Армысыздар, қадірменді телекөрермендер. Бұл «Мен әкім болуға үміткермін» бағдарламасы. Өздеріңізге мәлім, 25 шілде күні ауылдық округ тұрғындары өзінің жаңа басшысын сайлайтын болады. Осыған орай біз Достық ауылдық округіндеміз. Біз осындағы Достық ауылдық округі әкімі лауазымына үміткер Асауов Данияр Жолдасұлының бағдарламасын өз аузынан еститін боласыздар. Сәлеметсіз бе? Осы сайлауға қатысып отырсыз, әкім болуға. Енді сіздің алдағы мақсатыңыз қандай? Қандай жоспарларыңыз бар? Әкім болудағы мақсатым осы ауылымызды көгалдандыру, гүлдендіру. Басынан Достық ауылдық округін деп айтыңызшы басынан. Достық ауылдық округінің мынау әкім болу себебім осы ауылымызды гүлдендіру, көгалдандыру, кейін мынау жолдарымызды жөндеу, кейін ауылымыз ақырғы кездерде мынау қараусыз қалып баратқан сияқты жыңғыл басып, бұл әкім болмай тұрып та осы ауылдан ауылға шамамыз келгенше әрекет қылып келе жатырмыз. Енді мынау әкім болсақ, мынау жыңғылдың бәрін қорытып ауылды көгалдандырамыз деген ниеттеміз. Құда қаласа мынау ауылымыздан сыртта жүрген азаматтар да бар. Мен ауылдан көшіп кеткенмен ауыл менен көшпейді деп спонсорлық қызметтерінде істеп жүр. Обалдарды да осы ауылымыздың гүлденуіне шақырамыз. Ауылымызда жол мәселесі бар. Ауылымызда жолда балдардың мектепке келуіне тротуар керек. Қыстың күні өте қараңғы, жолдың жартысымен жүреді машина, жартысымен оқушылар жүреді. Жарықтандырсақ дейміз, осы балдардың қазіргі заманауи өсіп өнуіне жағдай жасасақ деген ниеттемін. Енді мына Достық ауылдық округіне әкім болуға сайлауға түсіп отырсыз. Жалпы ауылдық округтің ішіндегі елді мекендермен жақсы таныссыз ба, халқымен және олардың тұрмыс тіршілігі жағдайымен танысып біліп алдыңыз ба? Әр ауылдың өзіне жараса проблемалары бар. Құдайға шүкір, осы ауыл округінде туылып өстім. Әр ауылдық округінің проблемаларымен өте жақсы таныспын. Атап айтсақ, мынау Бескетік елді мекенінде, Көксу елді мекенінде, мынау Хайдар Тұғышев елді мекенінде, Гүлістан елді мекендерінде біздің ауыл округінде жол мәселесі өте бірінші проблемада тұр. Мынау біздің Жолбарыс Қалшораев елді мекенінде биыл ауылым алтын бесігім атты бағдарламамен 6 көше жөнделіп жатыр, жолдарымыз ретке келіп жатыр. Кейін біздің мынау Жолбарыс Қалшораев елді мекенінде бірінші проблема бізде интернет желісі бізде проблема. Кейін мынау балдардың барып айналыс спорт кешені, мәдениет үйі жоқ бізде. Сондай мәселелер бізде проблема. Енді сіз ауылдағы көтерілмей қалған мәселелерді айтып отырсыз. Енді ол мәселелерді ретке келтірем деп отырсыз. Сөзіңіздің дәлелі ретінде қандай жұмыстар жасамақшысыз енді? Соны толықтырып айтып кетсеңіз. Халық мені сайлап осы ортаға әкім қылып сайласа, мен бар күшімді осы жолдарды бірінші очередте осы жол мәселесін шешуге. Қазір мынау поселка, кент, қалаларда жол, перекресток еш жер қалмай істелінген. Біздің мынау ауылдық округінде ешқандай жолдар істелінбеген. Істелсе де шала істелініп жатыр. Ортасындағы өткел перекресток дейді, ондайлар іске кіріп жатқан жоқ. Енді бәрін бірыңғай әдемелеп, сол қаладағы деңгейге жеткізсем деген ниетім бар. Достық ауылдық округінің халқы бүгінде қандай жұмыс жасап күн кешуде? Және алда жұмыссыз қалмау үшін өзіңіздің тарапыңыздан қандай да бір ұсыныс пікіріңіз бар ма? Бірінші очередте біздің Достық ауылдық округінің азаматтары егіс шаруашылығы ғой ең бірінші. Ауыл шаруашылығы. Мынау қазір ауыспалы егіске өтіп, қауын егеміз, жоңышқамыз бар, мал шаруашылығы бар, кейін мақта шаруашылығы қазір. Мақта өсірумен айналысып жатыр. Енді бізде қазір мынау әкім болып өтсем, мынау қазір жастар өңкей егіп жатқан, бұрынғы кісілер қазір пенсияға шығып кетіп жатыр.
қазір мына жастардың ішінде мынау қалай қыста мақталық жерді суғару, қалай егу, зиянкестермен қалай күресу, олардың бәрінен мынау білімі аз. Қазір мынау әр нәрсенің уақытысында егетін кезде семинар ұйымдастыру керек, жерді суғаратын кезде семинар өткізу керек, мақта зиянкестермен күресуге семинар керек. Мына алдымызда өсіп жатқан үлкен ағаларымыздың білімін мынау кейінгі жастарымыз алып қалу керек та. Әйтпесе мақтаны егеміз, зиянкестермен қалай күресуді білмейміз, құртқа жегіземіз. Соны әр отырған кезде мынау үлкен кісілердің білімін жастарға алып қалу үшін семинарды көп өткізсек деймін. Кейін мынау мал өсіретін азаматтарды мынау оларға да мынау Қарабұлаққа апарып көрсетіп, ол азаматтарға жеңілдетілген кредит әперуге жәрдем берсек, барлық нәрсені осы жерде өзімізбен өзіміз өндіріп, ет өндірсек, теплица құрсақ, барлық жастарымызды жұмыспен қамтамасыз етсек деген ниеттемін. Енді осы жұмыстардың барлығын жасау үшін ауылдың қауқары жетеді ме? Жағдай жасалынған ба? Ол үшін еңбек ету керек. Ерінбестен техникамыз түгел, ауыл шаруашылығынан қолдау қорынан арзандатылған кредит алсақ, сол мынау әкімшілік жағынан мына балдарға, мынау диқандарға қолдау көрсетсек, барлық нәрсені істеуге мүмкіншілік бар, бізде жетеді барлығы. Техникаларымыздың бәрі жаңа, жері байдың елі бай дейді, жеріміз де жақсы, ағын суымыз да жақсы келеді, барлық мүмкіншілік бар. Ауылдағы медицина және білім саласы бүгінгі дәрежесі қандай? Медицина, білім саласының дәрежесі қанағаттандырарлық. Амбулаториямыз жаңадан салынған, мынау биыл 200 орындық бастауыш мектебіміз жаңа салынып бітіп жатыр. Мынау 600 орындық үлкен мектебіміз, ол да капитальный ремонттан өтіп, қазіргі дәрежесі өте жақсы. Ауылдық округте көп ұлттан тұрады. Енді ұлтаралық татулық, бірліктің сақталып тұруы әрине ол ең маңызды. Осыған өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, ол татулықты сақтап қалу үшін не істеу керек? Біздің Достық ауыл әкімшілігі көп ұлттан тұрады. Осы елде мен 20 жылдан бері кооператив басқарып, ағын су таратумен айналысып келемін. Ол басқа ұлт, тәжік ағайындар, өзбек ағайындар, олар да өте еңбекқор азаматтар. Біз білмегенімізді олардан үйренеміз, біздің білгенімізді олар бізден үйренеді. Осы жиындарда бірге қатысып, ағайындай болып кеткенбіз. Біз бұл ауыл округінде сен өзбексің, сен тәжіксің деген бізде ондай жағдай жоқ. Жалпы іс-шараларына бірге араласып жүрсіз ғой? Іс-шараларына бәріне қатысып тұрамыз. Енді сіздің жалпы сайлау алды бағдарламаңызбен толықтай таныс болдық. Енді өзіңіздің жеке өміріңізді айта кетсеңіз, қандай жұмыспен атқарып келесіз еңбек саласындағы? Еңбек саласында мен өзімнің еңбек жолымды 86 жылы бастадым. Осы Абай колхозында жұмысшы болып, одан 86-92 жұмысшы болып істедім. 92-98 жылдары есепші болып жұмыс істедім. Одан мынау жердің бәрі жеке меншікке бөлініп кеткеннен кейін 10 жылдай механизатор болып істедім. Сөйтіп қазіргі таңда мынау 15 жыл 20 жылдың арасы болып қалды. Кооперативті басқарып келемін, ағын су таратумен айналысамын. Осынша 15-17 жыл аралығында су тарату кезінде мен ұлтты басқаны бөлген емеспін. Ұлтқа, ұруға бөлген емеспін. Бір азаматпен бір азаматты суға таластырып ұрсырған емеспін. Оны алдарыңызда толықтай айта аламын. Мен осы кооперативте істеген уақыттағы жұмысымды айтып мақтан ете аламын. Ауданда жалпы ағын су мәселесі соңғы сәтте өте өзекті. Сол мәселені шешу үшін сіздің қандай жоспарыңыз бар? Не істеу керек деп ойлайсыз? Енді ағын су қиындап баратқанда, жылдан жылға суғармалы жер көбейіп баратыр да,
мына жақта суымыз азайып баратыр. Енді мынау өмірі мынау 20 жылдан бері бұндай болмаған жағдай, биыл адамдар қауымдарын насоспен суғарып келді. Бұндай уақыт бізде ешқашан болмаған. Енді жылдан жылға мынау тамшылатып өтуге, мынау суды поляған толтырып алып, оны сыртқа ағызуға тыйым саламыз. Енді оны сыртқа ағызатын тұрбаларының бәрін алып тастауымыз керек. Суды өте үнемді пайдалануымыз керек. Енді суды өте үнемді пайдаланбасақ, бұл проблема болған. Жалпы ауылдық округке Қазақстанның азаматы ретінде осы елдің жалпы туған еліңізге елім деп, жерім деп жасаған игілікті істеріңіз бар ма? Қандай айтып өтсеңіз? Ауыз толтырып айтатын жаңалықтарым бар. Мынау бірінші айтсам, мынау Лесбаев Шегірбай деген бауырымызға үй салуға атсалыстым, үйін салып бітіріп кіргіздік. Кейін мынау 1995 жылғы бітірген түлектер, шетте бітірген балдарымыз мынау мектебіміздің алдына пласт салып берді. 79 жылғы азаматтар мына жерге мына стадион салып берді. 80 жылғы азаматтар мынау Жолбарыс Қалшырайып ауылына кіреберіске қақпа салып берді. 83 жылғы азаматтар мынау ұлы Абай атамыздың 175 жылдығына ескерткішін қойып берді. Ауылымызға мынау аялдамалар салып берді. Оның бәрін мына жылдан жылға үрдіске айландырып, сол шетте жүрген балдарымызды біз мақтап, ауылымызға тартып, сондай игі істер жасауға тартып, жақсы істерге тартып тұруға әңгіме қылып, жиын өткізіп, жиындарына қатысып, сөйтіп жүреміз. Сол да біздің істеп жатқан игі істеріміз. Тан бөлек өзге де елді мекендерге осы үрдіс тараған ба бүгінде? Немесе алдағы уақытта өз тарапыңыздан бір жоспарыңыз бар ма? Қалада жүрген азаматтарымызды осындай ауылымызға бір жақсы игі істер жасауға тартамыз деген ниеттеміз, Құдай қаласа. Жалпы біздің бағдарламамыз таяуға жақын. Енді осы сәтті пайдалана отырып, өзіңіздің халыққа айтар сөзіңіз болса, айта беріңіз, Мархабат. Құрметті Достық ауылдық округінің тұрғындары, мен сіздермен бірге етене араласып келе жатқаныма 20 жылдың көлемі болды. Енді мені орталарыңыздан әкімдік лауазымға сайласаңыздар, мен сіздердің сеніміңізден шығамын деген ойдамын. Біргелесіп тірлік істейміз. Ауыл жерлеріміз жыңғыл басып баратыр, оны тазалап, ауылды көркейтуге атсалысамыз сіздермен бірге. Мен осы жұмысты атқарып кететініме сенімдімін. Соны маған дауыс беруге барлығыңызды шақырамын. Құрметті телекөрермендер, 25 шілде күні өздеріңіздің жаңа басшыңызды сайлай аласыздар. Ол үшін сайлауға міндетті түрде барып атсалысыңыздар. Жалпы біздің бағдарлама енді осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.